Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып 2020 жылдың 5 айындағы Астана қаласының сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің атқарған жұмысының қорытындылары туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Алматбаева Гүлзада Алматбайқызы, Астана қаласының сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысы орынбасарының міндетін атқарушы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему «Итоги проделанной работы Департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астане за 5 месяцев 2026 года». Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в социальной сети. Ендеше бастаймыз, құрметті Гүлзада Алматбайқызы, қош келдіңіз, сөз кезек өзіңізде, мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қала қонақтары, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері. Бүгінгі таңда өздеріңізге белгілі, барлық азаматтар тұтынушы ретінде әрекет етеді. Тұтынушы ретінде әрекет еткеннен кейін оларға қызмет көрсететін кәсіпкерлік субъектілері осы Қазақстан Республикасының тұтынушыларын қорғау туралы заңмен реттелген міндеттерді орындауы тиіс. Осы мақсатта Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқығын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру барысында Астана қаласы бойынша сауда және тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті бірқатар жұмыстар атқарылды. Осы 2026 жылдың 5 айында біздің департаментке барлығы 5184 өтініш келіп түсті. Өтініштер негізінен азаматтар өтініштерін қабылдаудың бірыңғай жүйесі, өтініш жүйесі арқылы, департаментке келу арқылы, мамандар қабылдауына келу арқылы және департаментте жұмыс жасайтын жедел желі телефон арқылы түседі. Бұл түскен өтініштер өткен жылдың сәйкес кезегімен салыстырғанда 41%-ға артып отыр. Бұл 2025 жылдың 5 айында 3669 өтініш түскен болатын. Өтініштердің салалары бойынша құрылымы келесідей: бөлшек саудаға қатысты 1286 өтініш, электрондық сауда 939 өтініш, білім беру қызметтері 523 өтініш, медициналық қызметтерге қатысты 462 өтініш, тұрмыстық қызметтер 384 өтініш, байланыс қызметтеріне қатысты 337 өтініш, қоғамдық тамақтану қызметтеріне қатысты 176 өтініш, тұрғын үй коммуналдық қызметтеріне қатысты 109 өтініш, туристік, қаржылық, көлік және өзге де қызметтер бойынша 158 өтініш түсті. Сонымен қатар риэлторлық, брондау қызметтері, пәтер жалдау, құрылыс және жөндеу жұмыстары бойынша өзге де қызметтерге қатысты барлығы 810 өтініш келіп түсті. Өтініштерді қарау нәтижесінде 1087 жағдайда заңнама талаптары бойынша түсіндіру берілді. 2438 жағдайда тұтынушылардың құқықтары қалпына келтірілді. Олардың ішінде 665 өтініш беруші мәселесі оң шешімін тапқанына байланысты өтініштерін кері қайтарып алды. Нәтижесінде, жұмыстар көрсетілген нәтижесінде осы түскен өтініштердің ішінде тұтынушылардың 196 миллион 827 мың 370 теңге көлеміндегі ақшалай қаражаты қайтарылды. Сонымен қатар 1126 өтініш құзыретті мемлекеттік органдарға жолданды. Қазіргі таңда 533 өтініш осы қаралу сатында қалып отыр. Тұтынушылардың шағымдары негізінен келесі мәселелерге қатысты: сапасыз тауарларды сату, тауарды айырбастаудан немесе қайтарудан бас тарту, тауарды жеткізу мерзімдерінің бұзылуы, қызметтердің сапасыз көрсетілуі, тауарлар мен қызметтер туралы толық әрі шынайы ақпараттың ұсынылмауы, қоғамдық тамақтану орындарындағы тұтынушылар құқықтарының бұзылуы, концерттер мен өзге де іс-шаралар бойынша қаражатты қайтару мәселелері, интернет дүкендер мен қашықтан сауда жасау барысында туындайтын даулар. Әсіресе электрондық коммерция саласында шағымдардың саны жоғары болып қалып отыр. Тұтынушылардың басым бөлігі тауардың жеткізілмеуі, сипаттамасына сәйкес келмеуі немесе ақшалай қаражаттың уақытылы қайтарылмауы бойынша мәселелер бойынша жүгінеді. Анықталған құқық бұзушылықтар бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес әкімшілік шаралар қабылданды. 2026 жылдың 5 айында тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін 66 кәсіпкерлік субъектісіне қатысты жалпы сомасы 2 миллион 141 мың 863 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Сонымен қатар көптеген жағдайларда кәсіпкерлік субъектілері тұтынушылардың талаптарын ерікті түрде орындап, төленген қаражатты қайтарып немесе шарттық міндеттемелерін орындау арқылы дауларды сотқа дейінгі тәртіпте шешті.
Департамент қызметінің маңызды бағыттарының бірі тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру болып табылады. Осы мақсатта әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында және халықтармен кездесу барысында тұрақты түрде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Бүгінгі таңда тұтынушының құқығы бұзылған жағдайда ең алдымен сатушыға, орындаушыға және дайындаушыға наразылықпен жүгіну тиіс. Егер кәсіпкерлік субъекті тарапынан 10 күнтізбелік күн ішінде тұтынушының наразылығына жауап бермеген жағдайда тұтынушының департаментке келесі құжаттармен жүгіну керек. Яғни сол кәсіпкерлік субъектіне берген, құқығын бұзған кәсіпкерлік субъектісіне берген наразылықтың көшірмесі, оның жолданған неміне тапсырылған туралы растайтын құжат және шарт көшірмесі, төлем жалғанғанын растайтын құжаттар және басқа да дәлелдік құжаттар ұсынылады. Бұл жерде тұтынушылар наразылықта кәсіпкерлік субъектілеріне қолма-қол табыс етіле алады. Сонымен қатар олардың мекен-жайы бойынша және егерде электронды мекен-жайы болған жағдайда, егер осы сол тұтынушымен жаңағы кері байланыста болса, сол электронды мекен-жай бойынша, бұл мақсатта олар электронды мекен-жайы бойынша да наразылықтарын тұтынушылар ұсына алады. Сонымен қатар тұтынушылар өз құқықтарын сот тәртібімен де қорғай алады. Бұл ретте тұтынушы негізгі талаптармен қатар келтірілген залалды, моралдық зиянды, тұрақсыздық айыбын және де сот шығындарын, өкілдік қызметтерді де осы сотта өндіріп алуға талап арызбен жүгінуге құқылы. Департамент соттарға үшінші тарап ретінде қатысып, тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында өз ұстанымын білдіреді. Соған қарамастан қазіргі таңда бірқатар мәселелер өзекті болып отыр. Ол жаңағы айтқан электронды сауда саласында құқық бұзушылықтардың көбеюі. Бұл жерде көбінесе әлеуметтік желі арқылы да тұтынушыларымыз жаңағы тапсырыстарын жасап әрекет етеді. Бұл ретте ол жаңа әлеуметтік желіде сауда қызметін атқаратын кәсіпкерлік субъектісі өздерінің мекен-жайын көрсетілмейді. Осы жағдайда көптеген тұтынушылар өздерінің жаңағы заңмен белгіленген наразылықтың ұсыну жағдайы қиындатып отыр. Кейбір кәсіпкерлердің тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама талаптарын жеткілікті деңгейде білмеуі, заңды талаптарды орындаудан жалтару фактілері бар. Сонымен қатар қашықтан сауда жасаудағы байланысты даулардың санының өсуі. Департамент алдағы уақытта тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру, құқық бұзушылықтардың алдын алу, халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және кәсіпкерлік субъектілерінің заңнама талаптарын сақтау деңгейін көтеру бағытындағы жұмыстарды жалғастырады. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлердің және азаматтардың ортақ міндеті. Сондықтан әрбір азамат өз құқықтарын білуге және қорғауға, ал кәсіпкерлер тұтынушылардың алдындағы міндеттемелерін адал әрі сапалы орындауы тиіс. Бұл ретте тұтынушыларға ескертетін мәселе, қандай да бір тауарға, қызметке тапсырыс берер алдында міндетті түрде, егерде сол жаңағы көрсетілген қызметке, сатып алынған тауарға наразылықтары болған жағдайда, олардың жаңағы мекен-жайын білуге алдын ала тапсырыс берместен бұрын біліп алу керек. Сонымен қатар жаңағы дәлелді құжат ретінде фискалды чек дейміз, чекті талап ету керек. Көп жағдайда қазіргі кезде жаңағы кәсіпкерлік субъектілері жеке тұлғаларға қаражаттарын аудартады, қызметтерін көрсетеді, тауарларын сатады. Бұл жағдайда тұтынушының жаңағы құқығы бұзылады. Ол жаңағы көрсетілген жеке азаматтан қаражатын талап ету мәселесі қиынға соқтырады. Сондықтан да бұл заңға қайшы, кәсіпкерлік субъектілері бұл жаңағы салық саласындағы заңнаманың бұзушылығы болып есептеледі. Яғни кәсіпкерлік субъектісі тіркелген жаңа субъектісі бойынша қаражатты тұтынушылардан алуы тиіс. Ал жаңағы тұтынушы оны орындап жеке тұлғаларға жіберген жағдайда олардың мекен-жайын анықтау біздің департамент тарапынан мүмкін болмайды. Тек қана бұл ретте полиция органдарына жүгіп, жеке тұлғалардың телефон номерлері арқылы мекен-жайын біліп алып, содан бастап наразылық беруі тиіс. Және де осы кәсіпкерлік субъектісінің салық заңнамасының бұзылуына қатысты мәселе туындап тұрғандықтан, оны салық органдарына өтінішпен тиісті құжаттармен жүгінуі тиіс. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Мазмұнды ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Бірінші сұрағымыз: бүгінде тұтынушылардың құқықтарын бұзудың ең көп таралған түрлері қандай? Бүгінде тұтынушылардың ең көп тараған түрі жаңа айтып кеткен электронды саудаға қатысты, тұрмыстық қызметтер және де өзге де
әртүрлі қызметтер бар, жаңағы оқу, жаңағы білім беру қызметтеріне қатысты әртүрлі мамандықтар бойынша мына жаңағы балаларды жаңағы жеке жаңағы оқу орталықтарына береді. Осы жағдайда көптеген жаңағы өтініштер бар. Мына енді кәсіпкер жаңа айтып кеткен ең көбі жаңағы электронды тауар сатып алу барысында келетін болсақ, бұл жаңағы тауарды сатып алу кезінде олар жаңағы мен айтып кеткен жеткізу мерзімдерін орындамайды бұзушылықтар бойынша. Сосын жаңағы сапасыз тауар ұсынылады. Сонымен қатар жаңағы мекен жайы көрсетілмейді. Наразылықты ұсыну жаңағы өздерімен өзара жаңағы сөйлескен уақытта. Сондықтан да осы электронды саудаға қатысты қашықтан сатып алынатын болғаннан кейін жаңағы тұрақты түрде осы мәселе қалып отыр. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағымыз: егер тұтынушының құқықтары бұзылса, ол қандай әрекеттер жасау қажет? Ең алдымен тұтынушының құқығы бар. Ең алдымен ол қандай да бір қызметке құқығы немесе құқықтық мүддесі бұзылған жағдайда бірінші кезекте жаңағы оны талап етіп кәсіпкерлік субъектісіне жазбаша наразылықпен жүгінуі тиіс. Жазбаша наразылықты қолма қол апарып беруге болады. Екі данасын шығарып, өзінде қалатын данаға қолын қойдырып алу керек. Және де алған күні болу керек жаңағы кәсіпкерлік субъектісін. Сонымен қатар жаңағы Қазпочта арқылы немесе СДЭК почтасы арқылы жолдауға болады. Бұл ретте олардың табысталған күннен бастап олар 10 күн ішінде жауап беру керек. 10 күнтізбелік күн ішінде жауап беру керек. Егер де жауап бермесе, онда сол наразылықтың көшірмесі, табысталған растайтын құжат және де туындаған мәселесі, оны растайтын жаңа дәлелді құжаттары, чек, келісімшарт дейміз, жаңа фискалды чек бәрін ұсынып біздің департаментке наразылықпен жүгінеді. Бұл ретте оларға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Жауабыңызға рахмет. Және соңғы сұрағымыз: соңғы уақытта сұлулық салондарының сапасыз қызмет көрсетуіне қатысты өтініштер түседі. Мұндай жағдайларда тұтынушылардың қандай құқықтары бар және департамент қандай шаралар қабылдай алады? Шынында да сұлулық индустриясы мен косметологиялық қызметтер саласында сапасыз қызмет көрсетуге қатысты өтініштер тұрақты түрде түсіп тұрады. Бұл ретте олардың жаңағы көрсетілген қызметке наразылығы болған жағдайда, сапасыз көрсетілген жағдайда, кей жағдайда ол мысалға алатын болсақ, шаш зақымдануы мүмкін, тырнақ зақымдануы мүмкін. Сондықтан да ол тұтынушының жаңағы талапқа сәйкес жаңағы бірінші кезекте оны тапсырыс берген кезде, айтқан кезде оларға қандай үлгіде немесе қандай жаңағы шаштың бояуына қатысты мысалға көптеген түсіп жатыр қазір. Оны бірінші сол жаңа қызмет көрсету талап ету керек. Ол заң бойынша оны қайтадан жаңа қалыпқа келтіруге міндетті кәсіпкерлік субъектісі. Сонымен қатар жаңағы төленген қаражатты жаңағы азайтуға міндетті тұтынушының талабы бойынша немесе сол жаңағы көрсетілген қызметке қатысты төлеген тұтынушының қайтаруға міндетті кәсіпкерлік субъектісі. Бұл жағдайда ерікті түрде орындау үшін сол үшін оларға жазбаша наразылық ұсыну керек. Ерікті түрде олар орындамаған жағдайда департаментке сол жаңа наразылыққа қандай жауабын ұсынды. Егер ұсынбаса, біздің департаментке шағымдану керек. Жаңа ұсынған жағдайда да жаңа кеңес алу үшін алдағы уақыттағы тұтынушының әрекеті бойынша біздерге департаментке өтініш түсіре алады. Біздің департамент тарапынан оларға заң аясында түсіндіру береміз, қай жерде, яғни жаңа өз ұстанымын білдіреміз осы туындаған мәселеге қатысты. Бұдан әрі тұтынушының жаңағы ақша қайтару мәселесі, сол жаңа көрсетілген қызметтен келтірілген залал болсын, моральдық зиян болсын, оны сот арқылы қайтара алады. Сотқа жүгіну арқылы. Сотта департамент үшінші тарапты ретінде қатысып, пікірін білдіріп, осы тұтынушы жаңағының бұзылушылығы бойынша осы сұрақтарға жауап беріп, өз ұстанымын білдіреді. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Гүлзада Алматбайқызы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметін алаңына келгеніңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.